Мен Еркемін. Бүгін кальмар ойынның екінші және үшінші сериясын тамашалайтын боласыздар. Бірінші ойыннан кейін ойыншылар ұйымдастырушылардың қатыгездігіне қатты ашуланды. 456 адамнан тұратын бастапқы ойыннан тек бірінші раундта 201 адам аман қалды. Қорыққан ойыншылар ойыннан бас тартқысы келді. Тіпті кейбір адамдар тізе бүгіп кешірім сұрай бастады. Бұл кезде очкарик келісімнің үшінші тармағы туралы айтып, ойыншылардың жартысы келсе ойынды тоқтатуға болатынын еске алды. Бәрі дауыс беруге шешім қабылдады. Бірақ олар алдымен ойынның бонусын жариялады. Жүлде қоры әр жойылған адамға 100 миллионға артады. Бұрын 255 адам жойылды. Қазір бонус 25 миллиард 500 миллион. Ойынның соңғы 6 раунда жеңіске жеткендер финалдық сыйлықты тең бөле алады. Алтын көрсе персе жылдан таяды дегендей, үлкен бонустарды көрген ойыншылар ойыннан шығуға екі ойлы болып қалды. Соңғы дауыс 100-ден 100-ге дейін болды. Соңғы шешімді қария бірдің дауыс шешетін болды. Күтпеген жерден қария бір де ойынды тоқтауды таңдады. Ұйымдастырушы ойынның тоқтауын іс жүзінде жариялады. Бірақ егер ойынды жалғастырғысы келсе, кері келуге болатынын айтты. Осыдан кейін ойыншылар қаптарға салынғаннан кейін оңтүстік Кореяға қайтарылды. Арчи қашып шыққаннан кейін бірден полицияға хабарлады. Бірақ полиция оның айтқанына сенбеді. Полиция Арчиді псих деп ойлады. Алайда Арчидің сипаттамасы Хуан полиция қызметкерінің назарын сәл аударды. Ол Арчи полиция бөлімінде қалдырған біртүрлі визитканы байқады. Полициядан еш нәтиже болмағаннан кейін Арчи үйіне оралса, анасының үйде жоқ екенін білді. Далаға шыға салысымен бірге өскен очкарикпен кездесті. Очкарик қаржы әлеміне кірем деп, акция салам деп 600 миллиард қарызы бар екен. Енді үйіне қайта алмай қиналып жүр. Арчи очкарикті біраз уақыт жұбатты, бірақ өзінің әлдеқайда бақытсыз екенін түсінді. Себебі анасы ұзақ уақыт қант диабетімен ауыратын. Бірақ емделуге ақшасы болмай ауруы асқынып ауруханаға түсіпті. Сонда да ұзақ жата алмай шығуға мәжбүр. Себебі ота жасауға және ауруханаға жатуға қаражаты жоқ. Осы сәтте Арчи өзін ынжық сезінді. Екінші жағынан офицер Хуан анасына хабарласып, көптен хабарсыз кеткен ағасының жатақханасына бара жатқанын айтты. Жатақхана басшысынан ағасының жалдамақысын төлемей жүргенін білді. Бөлмеге кіріп, мұнда ұзақ уақыт ешкім тұрмағанын және Арчи қалдырғандай визитканы көрді. Ол полиция бөлімшесіне келіп, Арчи туралы ақпарат сұрап, ойын туралы анықтап білгісі келді. Ал ұрлықшы қыздардың туыстарына оралды. Ол інісі екеуі контрабандашы екен. Інісінің ата-анасымен ажырағанын қаламай, ата-анасын қолына алғысы келеді. Бірақ ақшасы мен амалы болмай жасырын түрде бір шешім қабылдады. Ойыншы Черный өте адал, отбасылы адам. Соларды асыраймын деп көп қарызға батты. Себебі бастығы оған біраз уақыт жалақы төлемеген. Ол бастығынан жалақы сұрау барысында дау шығып, абайсызда бастығын станокқа итеріп жіберіп, апатты жағдайға тап болды. Сонда да бастықтың ақшасын алып қашып кетті. Енді кері қайтарға жол жоқ. Очкариктің де анасын қаржы полициясы іздеп келді. Оның мақтан тұтатын ұлы қаржылық қылмыскер болып шыққанын білді. Қарызға белшесінен батқан Очкарик қонақ үйде өз-өзіне қол жұмсағысы келді. Сол кезде есік қоңырау соғылды. Барса есікке ойын картасын қыстырып кетіпті. Арчи жер шарлап анасын емдету үшін қарызға ақша іздестіруде. Осы кезде ол конкурсқа қатысқан қария бірмен кездесіп қалды. Оған өмірінің аз қалғаны туралы айтты. Оның пікірінше сыртқы әлем кешегі ойын алаңынан гөрі тозаққа ұқсайды. Қария бір ойынға қайта оралып бар күшін салатынын айтты. Ойынға қайта оралғысы келетін жыланбас та бар, бірақ ол інісімен бір топ адам ертіп, тапанша барып ұйымдастырушыларды тонауды ойластырып жүр. Жыланбас інісінің оны қарызы бар бандиттерге ұстап беруге көмектесіп жүргенін біліп қойып, ашуланып інісін өлтіріп суға лақтырып қашып кетеді. Арчи тағы да ұятты қойып бұрынғы әйелінен қарыз сұрады. Ол үй шорасындағы әйел ақша қайдан болсын. Сол сәтте қызы мен өгей әкесі үйге келе жатырды. Арчи қызынан ұялып көргісі келмей тез кетіп қалды. Күтпеген жерден өгей әкесі оны қуып жетіп, ендігі әрі мазаламауын өтініп ақша берді. Арчи өзін қорлағанына намыстанып өгей әкесін бір ұрып ақшасын кері қайтарып берді. Бұл көріністің бәрін қызы көріп тұрды. Оның көздерінен әкесінен көңілі қалғанын байқады. Ақыры ол өз өмірімен күресу үшін ойынға қайта оралуға шешім қабылдады. Осы кезде оны офицер Хуан іздеп келіп ойын туралы сұрады, бірақ Арчи оған ештеңе де айтпады. Осылайша бірнеше қатысушы ойынға бірауыздан оралуды таңдады. Олардың ішінде ұрлықшы қыз да бар. Ол жасырын тыныс алмай байқау алаңына есінен тандырылмай жеткізілді. Арчи ойынға тіркелгенде офицер Хуан соңынан еріп пирске көтерілді. Ол көліктің шассиіне жасырынып, конкурсқа қатысушылармен бірге ұйымдастырушылардың қайығына мінді. Жүргізуші көліктен түсіп, ойыншыларды алып кетпек болғанда офицер Хуан жүргізушіні ес-түссіз бағындырып, тұншықтырып өлтіріп, теңізге лақтырып жіберді. Кейін ол бетперде киген формаға ауысып, алаңға жасырынып кірді. Көп ұзамай көптеген ойыншылар ойын алаңына қайта қосылды. Өтірік естен танған ұрлықшы қыз біліктілігін пайдаланып пышағын қайтарып алды. Көп ұзамай басқа ойыншылар да оянды. Басқа ойыншылардың барлығы қайтып оралуды таңдаған
болғанына таң қалды. Очкарик пен Черный да әсерлі. Осылай Арчи қария бір төртеуі қосылып топ құрып келесі ойынды бірге өткізуді жоспарлады. Дәл солай Жыланбас та топ құрды. Ұрлықшы қыз оның тобына қосылғысы келмеді. Бұл командаға Кербез әйел қосылғысы келіп еді, бірақ Жыланбас одан қоспады. Кешкі ас уақытында Арчи тобы қарсы шараларды талқылау үшін отырды. Ойынның бірінші кезеңі 1-2-3 қатып қалған ескерткіш болғанын ойлап, келесі ойында балалар ойыны болады деп болжады. Шетелдік Черный бұл ойынды ешқашан ойнап көрмеген, бірақ командаларының көмегіне сенеді. Ал офицер Хуан басқа бетперде киген еркектердің артынан еріп өзінің жеке люкс бөлмесіне оралды. Мұндағы ережелер өте қатал, адамдар бір-бірімен сөйлесе алмайды. Бұл Хуанға қолайлы еді. Кербез әйел күзетшілерден дәретханаға баруға сұранды. Ұрлықшы қыз өтініп бірге барды. Кербез әйел жасырын темекі шегуге шықты, ал ұрлықшы қыз жерді зерттегісі келіп желдеткіш құбырының орнын анықтап, құбыр арқылы ақпарат жинауға кірісті. Кербез әйел оған көмектесті. Ұрлықшы қыз құбырды аралап өтіп, бетперде киген әскердің қазанда сироп дайындап жатқанын көрді. Бұл келесі ойынға қатысты екенін білді. Екеуі алаңға қауіпсіз қайта оралды. Келесі күні ұрлықшы қыз Кербез әйелге түнде көргенін айтады, бірақ не екенін екеуі де түсінбеді. Айта кететін жайт, бүгінгі таңғы асқа бұлар сүт пен нан жеді. Бір қатысушының нанында келесі ойынға қатысты ақпаратты тұспалдап жеткізген жазба бар. Бұл қатысушылар үшін маңызы зор еді. Ойынның келесі кезеңі басталуға жақындады. Алаңға бара жолда Очкарик ұрлықшы қыздан білетінін бөлісуді өтінді. Егер айтса көмегі тиетінін алға тартты. Очкарикке сироп туралы айтқанда ол қантқа байланысты бала кездегі ойынын еске алды. Ойын басталмас бұрын ұйымдастырушылар ойыншыларға 4 үлгіні таңдауды ұсынды: үшбұрыш, шеңбер, жұлдыз және қолшатыр. Очкарик ойын ережесін анық білді. Сол себепті ең қарапайым пішін үшбұрышты таңдады. Ол арам ойға беріліп ойыншылардың мүмкіндігінше құтылғысы келді. Оның ішінде Арчи де бар еді. Черный шеңбер пішінді, қария бір жұлдыз пішінді таңдады, ал Арчи қолшатырды таңдады. Барлығы алға шығып кішкене қорапты алды. Қорапты ашып Арчи шошып кетті. Бұл компьютер ойыны еді. Ойын ережелері қарапайым. Белгіленген уақыт ішінде өрнектелген қант пирогынан инемен толық үлгіні сындырмай кесіп шығу керек, сонда жеңеді. Ең күрделі пішін қолшатырды алған Арчи зардап шекті. Сайыскерлер абайлап өрнектерді инемен кесуге кірісті. Көп ұзамай өрнекті байқаусызда бұзған үшін біреуін атты. Мылтық дауысын естіген қатысушылар дірілдеп ойынды әрең жалғастыра берді. Бірақ көптеген ойыншылар қайтыс болды. Үшбұрыш ең оңай шешім. Очкарик пен ұрлықшы қыз осыны таңдайды, және олар тез ойынды аяқтады. Черный сияқты ойыншылар да ойынды жеңу үшін үлгіні кесіп тастайды. Бұл жолы сәттілік Кербез әйелдің жағында болды. Себебі ол темекі шегуге арналған оттықпен инені қыздырып қант тортты ерітіп оңай кеседі. Болғаннан кейін оттықты Жыланбасқа жағыну үшін тығып беріп оған көмектеседі. Уақыт өте аз қалды, бірақ Арчи әлі ешқандай нәтиже шығара алмай басы қатты. Ақтер көктер болып отырғанда терлеген суы қантқа ағып кетіп, ол сәл еріді. Осыдан кейін оған ой келіп пирогтың артқы жағын жалай бастады. Оған көптеген адам еліктеп бәрі солай жасай бастады. Ақырында уақыттан бұрын ойынды сәтті аяқтады. Уақыт біткенде ойынды аяқтамаған адамдар аз емес еді. Олардың арасында ағай өлімді күткісі келмеді. Күзетшінің мылтығын алып бетперде кигендердің бірін ұстап алды. Бірақ басқа бетперде киген адамдар серіктерінің өмірі мен өліміне мүлде мән бермеді. Олар жеңбеген адамдарды сабырмен өлтірді. Үміті үзілген ағай алдындағы бетперде киген адамды бетпердесін шешуге мәжбүрледі. Өлсе де кімнің қолынан өлетінін білгісі келді. Күтпеген жағдайда ол жас бала екен. Ағай оны атуға дәті бармай, одан да өзін өлтіруді жөн көрді. Сол сәтте бетперде киген адамның капитаны пайда болып, келбетін ашқан баланы атып тастады. Бұл жерде айтылмайтын заң бар. Өзінің шынайы бейнесін көрсеткен адамдардың тағдыры өлу ғана. Ұйымдастырушылардың қатыгез ақылсыздығы әркімнің қиялынан асып түседі. Бұл серияның соңы.